Егер айыптаушы арызын қайтып алмаса, 5 жылға сотталасыз. Ербол қыз Жұлдыз, сыртқа шығыңыз, тергеуші сізден жауап алады. Ал Жұлдыз, айта беріңіз. Неге адамдарды алдайсыз? Менің еш кінәм жоқ. Мен келісім шартқа білмей қол қойып қойдым. Егер айыптаушы арызын қайтып алмаса, 5 жылға сотталасыз. 5 жыл? Басқа ешқандай амалы жоқ па? Жалғыз амал айыптаушыға ақшасын қайтарып беру. Немесе айыптаушы арызын қайтып алуы керек. Қалай болды? Ол қызды әбден қорқытып қойдым. Енді сенің айтқаныңның бәрін істейді. Жарайсың. Енді мені Жұлдызбен кездестір. Әңгіме былай, Жұлдыз. Не маған 1 жыл тегін жұмыс істейсің, не 5 жыл түрмеде отырасың. Түріңе қараш, не болып кеткенсің? Түрмеде жағдайың бұдан қиын болады. Не деген қатыгез адамсың? Менің не жазығым бар? Бұл бизнес. Маған ренжіме. Сенің сұлулығың менің товарым. Өмір сондай. 1 жыл не істеймін мен сонда? Ән айтасың. Мен айтқан жерде өнер көрсетесің. Мен айтқан адаммен уақыт өткізесің. Зато киімің бүтін, тамағың тоқ, тұратын жерің болады. Мен арымды сатамын ба? Жақсы ақша төлесе бәрін сатасың. Уайымдама, 1 жыл тез өтіп кетеді. Одан кейін боссың. Қазір анаңды ойла. 5 жылға сотталсаң, анаңды қайтадан көрмеуің де мүмкін. Ол кісіге кім қарайды? Жарайды, мен келістім. Міне, енді ақылға келдің. Мына қағазға қол қой. Ертең сені босатады.